Бүгінде Қазақстанның ауыл шаруашылығының ахуалы нешік? Азық-түлік мәселесі қалай шешілуде? Жаһандық нарықтың талабы не? Аймақтағы жағдай қалай? Талдау, трендтер, болашақ. Отандық агроөнеркәсіп кешенінің бүгіні мен ертеңі. Еліміздегі ең соңғы агро жаңалықтар AgroLife бағдарламасында. Қазір елімізде ауыл шаруашылық саласындағы маман тапшылығы өткір сипат алып отыр. Агросекторда жүргендердің дені орта жастан асқан. Ал жас мамандар олардың ізін басуға құлықсыз. Толғау терең бұл түйткілді қалай шешу болады? Бүгінгі тақырып осы. Армысыздар, бұл AgroLife бағдарламасы. Мен Дархан Жеңісбекұлы, хабарды бастайын. Қазір Қазақстанда 262 мың агроқұрылым бар екен. Соның 80%-ында маман тапшы. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше жыл сайын аграрлық сала 2800-ден астам маман тапшылығын сезеді. Тіпті шағын қожалық түгілі облыстық деңгейдегі комитеттердің өзінде маман жоқ. Енді қазір ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейтін азаматтардың жалақысы жалпы экономиканың экономикада істейтін мамандардың жалақысына қарағанда 40% аз. 150, 120, 100 мың теңге алатындар бар. Мамандардың айтуынша жоғары оқу орнын бітірген түлектер аз емес, бірақ соның 4-6% ғана мамандық бойынша жұмыс істейді. Мал дәрігері мен мал технигін табу қиынның қиыны. Қазақстан бойынша мал дәрігерін дайындайтын 24 жоғары оқу орны бар екен. Жыл сайын шамамен ол жерден 1,5 мыңға жоқ адам осы мамандықты меңгереді. Егер олардың бәрі ауылда қалып жұмыс істесе, маман тапшылығы 1-2 жылда шешілер еді. Бірақ іс жүзінде олай болмай тұр. Бұл Қазақстандағы алғашқы әрі жалғыз балық мектебі. 3 жыл бұрын ашылған. 250-ге жуық адам білім алып, 50-ден астамы жеке кәсіп ашқан. Мамандармен бірлесіп жасалған қарқынды оқу бағдарламасы іргелі білім береді. Көп нәрсе тәжірибемен келетіндіктен біз оқу форматында 70%, яғни 70% тәжірибе жасап шығардық. Түске дейін мысалға теориялық білімді алса, түстен кейін теория, практика, экскурсияны қоса отырып, бірнеше шаруа қожалыққа барып, сол жерде шаруа қожалық базасында теорияда алған білімдерін ары қарай жетілдіріп сіңіретін болады. Мұндағы қысқа мерзімді оқу 10 күнге созылады. Сол аралықта жоғары білім ордаларында бекітілген 4 жылдық бағдарламаның негізгі тұстары қамтылады. Қазақстанда балық өндірісі кенже қалған саланың бірі. Білікті мамандар тапшы. Бұл мектеп сол олқылықтың орнын толтыруға үлкен септігін тигізеді. Елдегі жалғыз мектеп енді офлайнмен қатар онлайн оқытуды да көздеп отыр. Мектепте теория мен тәжірибе ұштастырылып, студенттерге 3 мезгіл тамақ берумен жатақхана қарастырылған. Түлектермен бітірген соңда байланыс үзілмейді. Кез келген уақытта кеңес алуға болады. Ең алдымен мен өзім осы балық саласының маманы болғандықтан, сол салада 4 жыл білім алып, бакалаврда 2 жыл магистр бітірген уақыттың ішінде бұл салаға деген қызығушы адамдар, ол жастар емес, көбінде орта буын мен жоғары буын екенін түсіндік. Неге? Өйткені олар уақыт өте келе түсінеді Қазақстанның әлеуеті ол ауыл шаруашылығы екендігін. Алматы облысының Шелек ауылындағы агробизнес орталығы да 10 жылдан бері маман дайындаумен айналысады. Бүгінде Қазақстан бойынша 5 мыңнан астам адамды жылыжай мен ашық грунтта көкөніс өсіруге үйретіп, 25-тен астам жаңа технология енгізген. Бір кездерде, мысалы біздің фермерлеріміз кассетада көшет өсіру деген не екенін, агроволокно деген не екенін, агроперлит деген не екенін өздеріне жаңашылдық қып ашып жатса, қазір біз олардың деңгейін, геоколлекторды жылыжайда қалай қолдануға болады, күн сәулесін көкөніс өсіруде қалай пайдалануға болады деген деңгейге дейін фермерлерімізді жетектеп әкеле жатырмыз.
Агробизнес орталығының жұмысы саңғырлы. Бұған дейін салық төлеу, жаңа технология енгізу, бизнес жоспар жасау, бухгалтерлік есеп, компьютерлік сауаттылық секілді түрлі курстар болған. Ал қазір ауыл жастарын кәсіпке тартып, мемлекеттік қолдау механизмін пайдалануға баулып жүр. Бұл жобамыз 6 айдан астам жұмыс істеді. Біз бұл жобаның ішінде 40-тан астам жастарды жетектеп келе жатырмыз. Оларға бизнес жоспарлау, қаржылық сауаттылық, өзін-өзі дамыту семинарларымен қатар практикалық жүзінде өздерінің дағдыларын дамытуға деген семинарларды да өткізіп келе жатырмыз. Агробизнес орталығында фермерді оқытуда тәжірибеге баса мән беріледі. Бұл үшін орталық жанында тәжірибелік алқап пен жылыжай бар. Жазда ол жерде қызанақ, қияр, баялды және бұрыш тәрізді 4 түрлі көкөніс өсіріледі. Өзіміздің биогаз құрылғымыз бар. Өзіміздің тамшылап суару системамыз бар. Өзіміздің геоколлектор, күн сәулелі коллекторлары барлығы осы жұмыстардың бәрі осы жерде үлгі ретінде, практика ретінде адам келіп, есептеп, көріп, біз мысалы сабақтарымызда осындай жылыжай салу үшін қанша темір керек, қанша пленка керек, оның ішіне қанша тұқым егесің, одан қанша өнім аласың, оны қай бағамен сатасың дегенге дейін осындай практикалық жұмыстардың барлығы қамтылған. Алайда ауылдық жерлерге маман тартуға арналған дипломмен ауылға бағдарламасы тиісті нәтиже бермеді. Себебі аграрлық мамандарға тұрғын үйдің беріліп, әлеуметтік пакетпен қамтамасыз етілмейтін көрінеді. Статистика келетін болсақ, соңғы 14 жылда дипломмен ауылға 7400 бала келіпті, түлектер келген, 7400. Оның ішінде тек қана 236-сы 14 жылдың ішінде 236-сы бұл аграрлық білімі бар, аграрлық вузарды бітірген мамандар. Неге? Өйткені қолдау көрсетілмейді. Мұғалімдерге қолдау бар, оқытушыларға, медицина қызметкерлеріне қолдау бар, әлеуметтік қызметте істейтін адамдарға береді, ал аграрлық мамандарға берілмейді үйлер. Мамандар дипломмен ауылға барған маманға үй сатып алу үшін берілетін 5 миллион теңгенің де көлемін көтеретін кез келді деп санайды. Бұл бір, екіншіден сұраныстың жоқтығынан аграрлық мамандықтарға бөлінетін грант азайған. Бұған қоса аграрлық мамандықта оқитын студенттердің шәкіртақысы мардымсыз. Мысалы, медицина мен педагогикалық мамандықтарға 58.800 теңге стипендия берілсе, ал аграрлық оқу орнында оқитындар 36.600 теңге шәкіртақы алады екен. Сонда бұл мамандық аллама деген еріксіз ой келеді екен көкейге. Қазір елімізде аграрлық мамандықты квотамен оқыған жастарды ауылға 3 жыл жұмыс істеуге міндеттейтін заң бар. Алайда оның үлесі тым аз, небәрі 35%, ал ең кемі ол 50% болғаны жөн дейді мамандар. Ең болса жартысы 50% ауылдық квота болатын болса, ауылдың мектептерін бітірген балалар аграрлық мамандыққа түсетін болса, сол дұрыс болады. Сонда тез олар көбісі ауылға баратын болады. Шанс көбейеді. Сонда әйтпесе өзіміз жаңағы грант алу үшін әйтеуір балалардың бәрі түседі. Аграрлық вуз болсын, ветеринария болсын, бірақ кейін ауылға бармай қалады. Әсіресе агроном, инженер-технолог, дәнекерлеуші, ветеринар, механизаторды шаммен іздесең де таппайсыз. Жыл сайын мыңдаған жас маман осы салалар бойынша білім алып шыққанымен, олардың дені қалада қалып қояды. Балықтарды қолдан көбейту жұмыстары кезіндегі бас балық өсіруші деген мамандық Қазақстанда кемде кем. Ондай мамандар өте аз. Университеттер енді жоғарғы оқу орындары дайындап жатыр. Оны Қазақстанда 5 жоғарғы оқу орны осы балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау мамандарын дайындап шығарады. Дегенмен де ол осы саланың дамуына әлі де аздық етеді. Тәуелсіздік жылдары мектеп бітірген түлектердің дені экономист, заңгер, банкир болғысы келіп, ауыл шаруашылығы тасада қалып қойды. Қазір оқуға көңіл бөлумен қатар халықаралық тәжірибеге сүйеніп, білім беру тәсілін де өзгерту керек дейді сарапшылар.
Шаруаның тірлігі жемісті болса, тұтынушына тұрмысы келісті болады. Дәл осы мәселе қашанда біздің хабардың өзегі. Мен Дархан Жеңісбекұлы. Бүгін хабарды осымен түйіндеймін. Аграрлық саланың адымын ашар, аршын істер көбейе берсін. Аман болайық.